үстіндегі асығыстық көп жағдайда қайғылы оқиғаға әкеледі. Әсіресе тас жолда жылдамдықты бақылаудан шығару ауыр салдарға себеп болуы мүмкін. Апта ішінде көлік басқару құқығы жоқ 8 тұлғаға анықталып, Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 612 бабы бойынша 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерде айыппұл салынып, көліктері айыптұраққа қойылды. Сонымен қатар мас күйінде көлік басқарған 2 жүргізушіге қатысты 68 бап сәйкес іс құжаттары жинақталып сотқа жолданды. Олар уақытша ұстау изоляторына қамалды. Айта кетейік, бұл баптар бойынша 15 тәулікке әкімшілік қамаққа алу және 7 жыл мерзімге көлік басқару құқығынан айыру жазасы көзделгенін ескертеміз. Сондай-ақ профилактикалық іс-шара барысында бір көлік есірткі ұқсас заттар салынған 3 пакет табылып, сараптама тағайындалды. Аталған дерек бойынша тиісті тексеру амалдары жүргізілуде. Патрульдік полиция ротасының қызметкерлері жол ережесін қатаң сақтау бағытындағы түсіндірме жұмыстарын жүргізіп келеді. Есіңде болсын, жолдағы тәртіп баршаңызға ортақ қауіпсіздіктің кепілі.